Абу Хурайра радияллаху анхудан келген риуаят пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Аллаға қиямет күніне иман еткен адам жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Адам баласы сөйлемей тұрып, шамалы ойдан бір өткізіңіз сол нәрсені. Қорған қойып қойды. Ерін тұр, жұмсақ болсын. Оның ішінде тағы бір қорған бар. Қатты тістерді қойып қойған. Бірақ сүйегі жоқ тілге ерік береміз да, әсіресе бір тақырып қозғалып жатса, кірсе кетеміз. Саясаты бар, басқасы бар, ғайбаты. Естіген нәрсесін айта берген адамға да өтірікші дей сал дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Анық қанығына бармай, естіген нәрсеңіз осылай екен деп қасында жүрген адам құсап, арасында болған адам құсап, айта береміз кейде. Өтірікші екендігіне сол нәрсесі оған жеткілікті дейді. Сол үшін де ойлануымыз керек, бір айтайын деп жатқан кезде, осы нәрсе маған пайдасы бар ма, жоқ па? Дінім үшін, өмірім үшін, ақыретім үшін пайдалы нәрсе ма, әлде зиянды ма? Жақсы сөз сөйле, немесе үндемесін дейді. Абу Муса